Армысыздар, құрметті оқырмандар, күнделік айдары жалғасын табады. Бүгін 11 шілде, яғни тарихта 11 шілде күні қандай оқиғалар болғанын бізбен бірге біліңіздер. 1837 жылы 11 шілдеде Исатай Тайманұлы Орынбор генерал-губернаторы Перовскийге хат жазған болатын. Яғни бұл хатында шаруаларға қиыншылық көрсетіліп жатқанын, яғни шаруалардың халі мүшкіл екенін, егер осылай жалғаса берсе, шаруаларды бастап көтеріліске шығатынын ашық жазған болатын. Сондай-ақ 1880 жылы 11 шілдеде Ресейде әйелдерге дәрігерлік қызметпен айналысуға рұқсат берілді. Яғни осы кезден бастап әйелдер дәрігер болып адамдарды емдей бастады. 1982 жылы Италия футбол құрамасы 3-ші рет әлем чемпионы атанды. Олар финалда КФР құрамасымен кездесіп, 3-1 есебімен жеңіске жеткен болатын. Яғни бұл жеңіс әлем чемпионатын 3 рет жеңіп алған алғашқы команда ретінде Италия құрамасын тарих қойнауына енгізген болатын. Құрметті оқырмандар, бізбен бірге болыңыздар. Әр күн сайын қандай тарихи оқиғалар болатынын бізбен бірге болыңыздар, біз сіздерге айтатын боламыз.